Мұқалип KZ медиа порталы ұсынады. Егер ойланып қарасаң, Алла сені жақсы көретіндігін көресің. Ол саған өзінің алдында намазға тұрып, саған ғана құлшылық қыламыз, әрі сенен ғана жәрдем тілейміз деп айтуға күш-қуат берді. Егер ойланып қарасаң, Алла сені жақсы көретіндігін көресің, және саған әлемнің әр түрлі нығметтерін берді. Және аспан мен жерден ризық берді. Егер ойланып қарасаң, сен әрдайым денің сау болып жүргендігін көресің. Бұдан не ұғамыз? Бұл сөзден анық білінеді, Алла сені жақсы көреді. Әрине, Алланың атымен ант етем. Ешбір серігі болмаған Алланың атымен ант етем, ол бізді жақсы көреді. Әрине, ол бізді жақсы көреді. Ол бізге өзін тану нығметін берді. Ол бізді жақсы көреді. Өзінің алдында тұрып, құлшылық жасау бақытына бөлеп тұр. Ол бізді жақсы көреді. Бізге өзіне сәжде жасау бақытына бөлеп тұр. Алла сені жақсы көретіндігін білдің. Енді сен де оған сондай махаббатпен жауап қайтаруыңа болмас па еді? Неге сен оған лайық махаббатпен жауап бермейсің? Сенің жан тәнің Аллаға деген махаббатқа толы болу керек. Ал егер сондай махаббатқа толған болса, ол барлық қараңғылықты сенің жүрегіңнен қуып шығып, сенің жүрегіңде басқа нәрсеге орын қалмас еді. Осындай сезіммен Алланың қалған барлық құлдарына қарайтын болсаң, олардың әрбірі сенен артық екенін білетін едің. Ал егер бүгін олар сенен артық болмаса, онда ертең сенен артық болуы мүмкін.